Бірінші бөлім. Жалындаған ор оқиғасы. Лулу, Қалеки, жел соғып тұр. Құраймыз. Маған желкенді жинауға көмектес. Шығалар емеспін. Арқанды тарт. Толқын көтеріліп келеді. Бас киімім түсіп кетті ғой. Лулу, енді не істейміз? Тез айт, не істейміз? Тұманнан түк көрінбейді. Көп сөзді доғарыңдар ғане. Тас ауада самал желмен бір тыныстайыншы. Самал жел? Таза ауа? Әрине. Жанға шағымды ауаны және мөлдір судың бізге еркелеп тұрғанын сезбей тұрсыңдар ма? Су, мені тұңғиыққа тартып кетіп, өле жаздадым ғой. Қабая. Онда тұрған не бар? Жердегі тіршілік еткендер ерте ме кеш пе ажал құшады. Мырза, өтінем сізден, өлім жайында сөз қозғамаңызшы. Мен қорқам. Ей, Маржан, неге қорқасың? Аллаға иман келтірмеп пе едің? Иман келтірген мырза. Алла теңізді, оған қоса ауа мен желді де жаратты. Және ол желді күшті дауыл немесе салқын самал болуына пәрмен береді. Нұх пайғамбар кезіктірген дауыл бұдан да қарқынды, толқындары таудай еді. Топан су келгенде, жерде не бар, соның бәрін шайып кеткен. Одан тек Нұхпен бірге Аллаға сенгендер ғана аман қалған. Мырза, біз суға батайын деп тұрмыз. Қазір хикая айтатын уақыт емес қой. Қайта қазір Алланың құдіретіне тәнті болып, оны еске алуға ең лайықты уақыт. Мырза, Лулу, саған не болды? сол 950 жыл өмір сүрген Нұх пайғамбар туралы айтқыңыз келсе, ең алдымен құтқарушы дөңгелектер қайда тұр? Соны айтыңызшы, мырза. Сол хикаятты аяқтаған соң айтам. Алаңдамаңдар. Не деген құмды дауыл? Бүгін шықпай-ақ қойыңыз. Онда не ішіп жейміз? Өзің білесің, жаңбыр аз. Құдықтағы суда таусылайын деп тұр. Не егін, не мал жоқ. Отағасы, сөзіңіздің жаны бар. Айлаққа барып, теңізшілерге сүт пен дәрілік шөптер сатып келейін. Сапарға шыққанда керекті заттар осылар ғой. Сондықтан бағасына қарамайды. Қаншаға сатсам да алады. Әкешім, сіз айлаққа барасыз ба? Иә, балам. Мен ала кетіңіз. Жарайды. Тек ұшқалақтанбай, тәртіпті боп жүрсең ғана алып барамын. Ұқтың ба? Осылайша Нұх пайғамбар 109 жасына дейін теріс жолдағы қауымды Аллаға иман келтіруге шақырудан еш нәтиже көрмеді. Қанеке, айлаққа жақындап та қалдық. Жалғасын кейінірек айтармын. Маржан, желкенді түсір. Сен, Лулу, зәкірді дайында. Тоқтаймыз. Құп болады теңізшім. Біләл, көрер жарығың бар екен ғой. Қалың қалай, досым? Теңізшім, сені күтіп жүрмін. Саған айтар қуанышты хабарым бар еді. Не ол? Қызықтыра берме айтсаңшы. Жәләләддин қалың қалай? Аллаға шүкір жақсы. Саған құнды жазбалар мен кітаптар ала келдім. Ал
қалағаның осы емес пе еді? Түнгі оқиғалар, Кәлила мен Димна, іскерлер өмірбаяны, Антараның өмірбаяны, менің қалағаным бұл емес. Өткен заманғы қиссалар демеп пе едің? Білесің бе, досым, бұлар халықтың қиялынан туған ертегілер. Ал менің сұрағаным кезінде өмірде болған, қасиетті Құранда айтылған шынайы оқиғалар болатын. Жақсы, өзіңді кітап сататындарға апарам. Сонда қалағаныңды таңдап аласың. Ал кеттік. Маржан, Лолу, мен келгенше кемені жақсылап тазалап, заттарды қабылдап алыңдар. Жақсы ма? Азият, бір тыным таппайсың, мені қатты шаршатты. Бәрін де көргім келет, әкешім. Қазір оған уақыт жоқ. Дәрілік шөптерді сатып келгенше, мені осында күтетін бол. Қолыңдағы қалған сүтті тауысып қойма. Біраздан кейін шөлдесең ішерсің. Кемелеріне шығып көрсем бола ма? Жоқ, болмайды. Ей, балақай, басқа жерге барып ойна. Неткен дәмді сүт десеңші. Балақай, сүтіңді қаншаға сатасың? Сатпаймын. Кім маған кемеге шығып көруге рұқсат берсе, соған беремін. Бұл ең керемет кеме. Қанеке, шығып көр. Қош келдің, қонағым. Ештеңеге алаңдамай қалаған жеріңді аралап көруіңе болады. Бірақ ештеңеге тиісуші болма. Көп рахмет. Неткен керемет кеме. Не болды? Ол кім? Керісінше мен сұрайын. Сен кімсің? Бұл балақайды танитындарың бар ма? Маржан, сен оны танисың ба? Мен бе? Қайта, Лолу, оны сен білетін шығарсың. Мені танымай тұрсыңдар ма? Сендерге сүт беріп едім ғой. Сен бізге кемені көру үшін сүтті бердің. Бұнда ұйықтау үшін емес. Иә, егер ұйықтағың келсе, тағы да сүт беруің керек еді. Тынышталыңдар. Кемені балабақшаға айналдырдыңдар ғой. Мүмкін мұнда тағы біреулер ұйықтап жатқан шығар. Кері қайтуға дайындалыңдар. Баланы отбасына аман-есен жеткізіп салайық. Кішкентай кезімнен теңізшілер киімін киіп, теңізші болуды армандайтын едім. Теңізші деген қалаған уақытта ойына келгенін істейтін ұшқалақ адам емес. Нағыз теңізші деп өз ісін мүлтіксіз, тұрақты және тиянақты жасап өзгеге өнеге болатын адамды айтады. Мен не білдірдім? Қайта қай жасағаным дұрыс де. Қалай сонда? Әкеңнің ақылын тыңдамай, соңы не болатынын білмесең де басыңды қауып кетіптің. Асхабул Ухдуд оқиғасындағы зерек балақайдың жасағанындай іс көрсете алмадың. Балақай. Асхабул Ухдуд қиссасында не айтылған? Ол зерек бала кім еді? Иса пайғамбардан кейінгі өткен бір заманда Роқамат қаласында салихалы бір бала өмір сүрген еді. Ол қала Нәжран белдеуінде, Хижаздың оңтүстігінде орналасқан болатын. Оны Юсуф Зәнәуәс Химяри атты залым патша басқаратын еді. Ол залым болғандықтан діни құндылықтарға бей-жай қарайтын. Қайта сиқырдың, азғындықтың беделін асқақтатты. Дәл сол азғын қоғамда салихалы балақайымыз ер жеткен еді. Абдулла, баламыз да ер жетті. Ертеңгі күні аш қалмайтындай бір кәсіп үйретейік. Дұрыс айтасың. Бұл қуаң жерде малшылықтан пайда жоқ. Ғибадатханаға барып сиқыршылықты үйренсе қайтеді. Бұндай таңсы ғой қайдан келе қалпасыңа. Онымен бір күндік қорегінде табалмас. Жөні дұрыс кәсіп табайық. Мысалға, тот жасайтын, шарап сататын, немесе уәзірлік. Алыңыз, анашым. Әкешім, сіздерге сүт әкелдім. Ас болсын. Ұлы мәртебелім, сиқыршы өзіңізбен жолығуға рұқсат сұрап тұр. Кіре берсін. Уәзірім түрің неге өзгеріп кетті?
Хан ием, шындығында бұл сиқыршыға төз алмаймын. Оны тек қана жамандыққа үйрететін қу адам деп білем. Бірақ ол дейім халықты қалай бағындыруға болатынын соның жолдарын жақсы біледі. Хан ием, сонда оның қитұрқы істеріне сенесіз бе? Оның бар білері көзді арбап байлау ғана. Өзің көрсоқыр болып алып, көзді алдап, арбау деп не айтып отырсың? Көрсоқырды 200-ді қу адамдар алдай алмас. Мәртебелім, не дегенін естідіңіз бе? Бос сөзді доғарыңдар. Одан да келген жөніңді айт. Жасым болса келді. Өлім кетсем, сиқыр ілімі түбегейлі жоқ болама деп қорқам. Хан ием, міне, осы себепті артымнан кәсібімді жалғастыратын шәкірт тәрбиелеу үшін өзіңнен рұқсат сұрауға келдім. Дегенің болсын. Қалаған баланы таңдап алып жақсылап сиқырды үйрет. Бұл ілімің адамдарға жайылып кетуден сақ бол. Ей ақымақ! Көгершінің жеңіне оралып, тұншығып қалды. Келесі! Ей, жолы болмағыр неме. Келесі кезек. Не деген ғажап. Жарадың, балақай. Бар жасағаным ұстазымның арқасы. Сөзіңде керемет екен. Жақсы, бүгінше жетіп қалар. Ал сен, Абдулла, күте тұр. Ұстаз, сізге көп рахмет. Бүгін сізден Иса пайғамбардың ілімдерінен көп мәліметті біліп алдым. Маңыздысы, сол алған білімді өмірде қолдансаңыз екен. Тоқтай тұр. Біреу келе жатқан сияқты. Бұл бала кім? Ол сиқыршы болар. Ел арасында әртүрлі заттарды құсқа айналдыру шеберлігімен танымал. Адамдардың осындай көз алдауға арбалуы неткен өкінішті десеңші. Көз деймесін, балақай. Сені мәртебелі Юсуф Зәнәуәстің мерекелік шарасына қатыстырамын. Төрем, егер көз арбауды шебер меңгерсем, сыйлыққа кенелем бе? Бұдан былай сиқырды көз арбау деп атағаныңды естімейтін болайын. Өткені, сен өзіңнің шынайы сиқыршы екеніңе және зиян келтіре алатыныңа адамдарды сендіре алсаң ғана, олар сені құрметтеп, қошеметтейді. Көмек! Көмектесіңдер! Сен сиқыршы бала емессің бе? Иә, дәл солай. Соның өзімін. Өтінем, арқан тастап, мені құтқарыңызшы. Міне арқан. Сол жатқан жеріңе арқан өз ұшып барып, сені құтқарып алатындай етесің ғой. Өтінем, мырза, тоқтай тұрыңызшы. Мен олай істей алмайм. Олай болса, тасты көтергеніңде өзіңді өзің шұңқырдан ұшырып, сыртқа шығар. Қане? Менен не қалайсыз? Өзіңді алдауды қойып, ақиқатқа көз жеткізуіңді қалаймын. Кім боласыз? Мен дәруішпін. Иә, мен сол патша өлтірем деп іздеп жүрген дәруішпін. Мен сіз жайлы айтып қояды деп қорықпайсыз ба? Бүкіл әлемнің иесі жолында жүрген адам ешкімнен қорықпайды. Бұндай көркем сөзді қайдан үйрендіңіз? Алланы еске алумен тазарған жүректен шығады. Саған пайдалы нәрселерді үйреткенімді қалайсың ба? Бірақ сиқыршының сабағына немесе үйге кешігіп барсам, не айтам? Сиқыршыға үйде жұмыстар көбейіп кетті де. Ал отбасыңа сиқыршы ұстап қалды. Егер оның дегенін орындамасам, зиян тигізеді деп қорқам де.
Осы уақытқа дейін не үшін кешіктің? Үй шаруасына көмектесен деп бөгеліп қалдым. Бұл қисынға келмейді. Өтірік айтпа. Ал сіз не ойлайсыз? Шын мәнінде отбасың халықты қырып жатқан арыстанға жемтік болады деп қорқып жібермей қойды. Солай ма? Дұрыс айтасыз. Қол қусырып қарап отыруға болмайды. Нені меңзеп тұрсыз? Халық шулап, неге осы сиқыршы арыстанның күлін көкке ұшырып, бізді құтқармайды екен деп жатар? Сіз шынымен де арыстанға қарсы шықпақсыз ба? Білмеймін. Сен өзің оны қалай тез құртуға болатынын ойлап тап. Мен бе? Ей балақай, жолдан әр тұр. Айуанның жемтігіне айналасың. Қорықпаңдар. Мен оны күтіп тұрмын. Анығын бүгін білем. Аллаға дәруіштің ісі ұнамды ма әлде сиқыршының ісі ме? Бұл тек көзді арбау ғана. Алла, егер дәруіштің ісі сиқыршының арбауынан саған жақын әрі ұнамды болса, бұл айуаннан бізді құтқара көр. Мұсаның, Исаның, бүкіл мұқым жаратылыстың иесінің атымен. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Оларға топырақ шашқаныңда анығында оны сен шашпадың. Алайда оны шашқан Алла еді. Осылайша Алла мүміндерге артық айрылы болатын бір сынақ берді. Осылайша сиқыршы балақай дәруіштің айтқандарына еріп қателеспегеніне көз жеткізді. Хикая өте әсерлі. Соңында жақсы аяқталды. Балақай, бұл әлі соң емес, бұл тек басы ғана. Сол бала Аллаға арнаған жолын енді бастаған еді. Әрі залымдарға қарсы қиыншылықтарға әлі талай кезігетін болады. Үйіңе оралуға дайындала бер. Қиссаның қалған бөлігін білгім келеді. Кім білсін, бәлкім келесі жолыққанда сиқыршы бала әрі жалындаған ор оқиғасы жайында кеңінен айтып берермін.